Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақта ана тілі оқулығындағы жуан және жіңішке дауысты дыбыстармен танысатын боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Әже, мейірімі жібектей, күндей ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп, құлыным деп құшады. Жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрі-әжем, бес ап келсем алдында, биіктейді дәрежем. Өлеңнің авторы Сырбай Мәуленов. Әженің құшағын неге күнге теңеген? Өйткені әжеміздің құшағы күн сияқты өте ыстық, жылы, қамқор екен балалар, иә? Өлеңдегі сөздерден жіңішке дауысты дыбыстарды тап дейді. Мына жерден кәрі деген сөзді алайық, иә балалар? Ә және сөздері қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, жіңішке дауысты дыбыстар. Келесі екінші жаттығуға қарайық. Нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып, көшіріп жаз. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, бірінші тұрған суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, ол қандай зат? Күрек екен, күрекпен жерді қазамыз. Ал екінші тұрған құс? Ол бүркіт екен. Бүркітті аталарымыз аңға шыққан кезде жанына ертіп жүретін болған, себебі аңды аулауға көмектеседі. Үшінші тұрған ол көбелек, мұны бәріміз білеміз. Енді бұл жердегі сөздердің айтылуына қарайықшы. Күрек, бүркіт, көбелек айтылуы мен жазылуында айырмашылықтар бар екен. Мысалы, бүркіт құсын алайықшы. Бүркіт деп жазылады, бірақ бүркіт деп айтылады екен. Енді үшінші жаттығуға қарайық. Жаңылтпашты тыңда. Әсел ән салды, әжесі тамсанды, әсет аң салды, атасы тамсанды. Қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар дейді? Бұл жерде әсел, ән, әжесі, әсет сөздерінде жіңішке дауысты дыбыстар бар екен. Сол дыбыстардың астыңғы жағын қызыл түсті қаламмен сызамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.